Лос-Анджелес жұлдыздар мен кино орталығы, бірақ бұл қала тек армандар мен атақ-даңқтың ғана мекені емес, оның көлеңкелі жағы да бар. Менің айтқым келіп жатқаны көшедегі бомждар немесе наркомандар емес. Міне, мынау Лос-Анджелестің туристер көретін картасы, ал мынау Лос-Анджелестің шынайы картасы. Егер сен осы картадағы бір районға кіріп кетсең, ол жерден шыға алмауың мүмкін. Себебі бұл жерде 400-ден астам көше бандалары бар. Бүгін біз осы жердегі ең атақты бандаларды айтып береміз. 20-шы ғасырдың басы. Лос-Анджелесте қарқынды урбанизация мен миграция толқыны жүрді. Әлеуметтік және экономикалық қиындықтар, жұмыссыздық, қоғамдағы теңсіздіктер кедей аудандардың қалыптасуына себеп болды. Бұл аудандарда тұрмысы нашар, халық пен құқықтарын қорғау үшін топтасқан жастар банда құра бастады. Сол кездегі алғашқы топтар негізінен өзара қорғау мақсатында құрылған еді. Бірақ уақыт өте келе жағдай өзгере бастады және бандалар өз ықпалын кеңейту үшін күреске түсті. Ұйымдасқан топтар пайда болып, олардың арасында бақталастық арта түсті. Крипс және Блудс Лос-Анджелестегі ең танымал әрі қауіпті екі қарсылас. Бұл топ 1960 жылдардың аяғында афроамерикандық көшбасшы Реймонд Вашингтон бастаған топ Крипс деп аталды. Крипс тобы бастапқыда өз мүшелерін қорғау және қоғамдағы әділетсіздікке қарсы тұру мақсатында құрылғанымен, уақыт өте келе жағдай өзгерді. Крипс аймақты бақылауда ұстап, қаражат табу үшін заңсыз әрекеттерге көшті. Олар есірткі саудасымен, ұрлықпен және қарулы қақтығыстармен айналыса бастады. Крипс көше бандалары арасында ең ықпалды топқа айналды. Крипс тобының күшеюі басқа көшедегі топтарға да қауіп төндіре бастады. Нәтижесінде Крипске қарсы әрекет ретінде Блудс тобы құрылды. Блудс топ мүшелері қызыл түсті киім киіп, өз аймақтарын қорғауға тырысты. Блудс пен Крипс арасында қақтығыс жылдар бойы жалғасып, Лос-Анджелестегі ең ірі ұзаққа созылған көше соғысына айналды. Бұл топтардың қақтығысы тек аймақтар үшін ғана емес, көшедегі ықпал, есірткі саудасы мен қаражат көзі үшін болды. Көптеген жасөспірімдер мен жастар екі топтың қақтығыстарының құрбанына айналып, қала көшелері бір сәтте тыныштық көрмеді. 1980 жылдары есірткі саудасының кеңеюі Крипс пен Блудс топтарының қосымша қаражат көзі болып, олардың ықпалын арттырды. Осы кезде Лос-Анджелестегі қанды қақтығыстар мен атыс оқиғалары жиіленді. Бұл топтардың көшедегі билігі күшейіп, олардың әрекеттері қаланың бейбіт тұрғындарына қауіп төндірді. Блудс пен Крипс қақтығыстарының салдары бүкіл қалаға жайылды. Тұрғындар үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Полиция мен құқық қорғау органдары бақылауды жоғалта бастады. Көшелерде тұрақсыздық орнап, қылмыстың саны күрт артты. Лос-Анджелес тек афроамерикандық топтардан ғана емес, сонымен-ақ латын америкалық көше бандаларының да орталығы болды. Мексикадан және орталық Америкадан келген мигранттар осы қалада өздерінің топтарын құрды. Солардың бірі Синьорос тобы. Бұл топ өз мүшелерін қорғауды көздеп, көше қылмыстарымен айналыса бастады. Синьорос мүшелері мексикалық мафиямен тығыз байланыста болды және олардың көпшілігі көшедегі ықпалын сақтау үшін қатаң ережелерді ұстанды. 13 саны олар үшін маңызды рәмізге айналды. Ал көк түсті киім олардың топқа жататынын көрсететін символға айналды. Орталық Америкадан, атап айтқанда Сальвадордан шыққан тағы да бір қауіпті топ MS-13. Бұл топ ақш-тағы ең қатыгез бандалардың бірі саналды. MS-13 ұйымдасқан қатыгездік әрекеттерімен танымал болды және олардың әрекеттері тек Лос-Анджелеспен шектелмеді. Бұл топ халықаралық деңгейде кеңінен таралды. MS-13 қатыгездігімен және тәртіптілігімен ерекшеленді. Олардың мүшелері бүкіл әлемде түрлі қылмыстарға қатысып, зорлық-зомбылықты дәріптеді. Бұл топтың негізгі мақсаты көшедегі ықпалын арттыру, есірткінің саудасын бақылау және басқа бандаларға қарсы билік орнату. Лос-Анджелестегі тағы да бір ықпалды бандалардың бірі Баррио 18. Бұл топтың мүшелері Лос-Анджелестегі кеңінен таралып, қаладағы қылмыстық әрекеттердің бір бөлігін өз бақылауында ұстады. Баррио 18-дің топ мүшелері өз тәртіптерін енгізіп, аймақтағы көше қылмыстарымен айналысты. Бұл топтың ықпалы тек Лос-Анджелеспен шектелмей, халықаралық деңгейде кеңейіп кетті. Олар есірткі сатылымы, қару-жарақ контрабандасымен, ұрлықпен және басқа да қылмыстарға белсене қатысты. Баррио 18 ішкі қатаң тәртібімен ерекшеленіп, көшеде айтарлықтай күшке ие болды. Latin Kings Латын Америкасынан келген мигранттардан құралған тағы да бір топ.
Олар өздерінің символдық белгілерімен, алтын қара түстерімен ерекшеленді. Latin Kings ұйымшыл, тәртіпті және олардың ішкі құрылымы мен көшедегі өмірлерін ретке келтіретін қатаң ережелерге негізделген. Бұл топтың мүшелері көбінесе өз қауымдастығын қолдауды, көше билігін орнатуды және әлеуметтік жағдайды жақсартуды көздейді. Алайда олардың іс-әрекеттері көбінесе заңсыз әрекеттермен байланысты болды. Latin Kings есірткі саудасы, ұрлық, алаяқтық және қару-жарақ контрабандасы сияқты қылмыстарға белсене қатысты. Олар өздерінің аймақтарында тәртіп орнату үшін қатал әдістер қолданды. Бұл басқа топтармен қақтығыстарға әкелді. Latin Kings тобының ықпалы Лос-Анджелестегі көптеген аудандарда сезілді. Олар өз мүшелерін тәртіппен ұстап, қауымдастық ішінде әлеуметтік бағдарламалар жүргізуге тырысты. Алайда топтың заңсыз әрекеттері олардың беделін түсіріп, полицияның назарын аудартты. Бұл топтың құрылымында қатаң иерархия мен билік тәртібі бар. Олар мүшелерінің адалдығын қамтамасыз ету үшін қатаң санкциялар қолданды. Latin Kings пен Barrio 18-дің арасындағы қақтығыстар Лос-Анджелесте қылмыстық деңгейдің өсуіне алып келді. Бұл топтардың әрекеттері қала тұрғындарының өмір сапасына теріс әсерін тигізді, әлеуметтік мәселелерді күшейтті және қоғамдағы сенімсіздікті арттырды. Лос-Анджелестегі көше бандалары арасындағы қарым-қатынастар өте күрделі және қақтығыстарға толы. Крипс пен Блудс арасындағы ескі жаулықтан бастап латын америкалық топтың пайда болуына дейінгі барлық қақтығыстар қала көшедегі зорлық-зомбылықтардың деңгейін арттырды. Крипс пен Блудс арасындағы қақтығыстар жылдар бойы жалғасып, көптеген адамзаттың өміріне әсер етті. Бұл топтың арасындағы күрес тек жергілікті емес, халықаралық деңгейде таралуға мүмкіндік берді. Синьорус пен MS-18 сияқты топтар қосылған сайын қақтығыстардың масштабы ұлғайды, ал зорлық-зомбылық деңгейі айтарлықтай өсті. Бандалар арасында қақтығыстар нәтижесінде көптеген тұрғындар үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл процестің әлеуметтік әсері үлкен болды. Мектептегі сабаққа келмеушілік, жұмыссыздықтың өсуі және қоғамдағы сенімсіздік күшейді. Сонымен қатар, қақтығыстар полицияның ресурстарын тежеп, құқық қорғау органдарының тиімділігін төмендетті. Қақтығыстар тек зорлық-зомбылықпен шектелмейді. Олар қоғамның әлеуметтік құрылымын бұзады, жастардың болашағына кері әсерін тигізеді. Бандалармен күресудің тиімді жолдары әлеуметтік бағдарламалар мен білім беру арқылы жастарды қылмыстан алшақ ұстауға бағытталған болуы тиіс. Лос-Анджелестегі көше бандаларымен күрес ұзақ уақыт бойы қоғамның басты мәселелерінің бірі болып табылады. Құқық қорғау органдары бұл күресте әртүрлі стратегияларды қолданды. Соның ішінде арнайы рейдтер, бақылау операциялары және құқықтық реформалар. 1990 жылдары басталған операциялар арқылы полиция бірнеше ірі бандаларды жоюға тырысты. Бұл операциялардың нәтижесінде көптеген бандалар мүшелері қамауға алынды. Бірақ сонымен қатар қауымдастықтағы сенімсіздік те артты. Қазіргі кезде құқық қорғау органдары технологиялық жетістіктерді пайдалана отырып, бандалармен күресудің жаңа әдістерін енгізуде. Біздің видеоны көргеніңізге рахмет. Егер сізге ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыз.